Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге бір қызықты ақпаратты ортаға салғым келеді. Ол Мәскеу крейсерінің суға кетуі, Мәскеу крейсерінің зымырандық соққы алуы, Мәскеу крейсерінің зақымдалуына қатысты. Неге екенінің белгісіз, біздің бақ өкілдері, әсіресе қазақ тілді бақ, бұл жайында ақпарат шығармады десек те болады. Мүмкін енді бұл ақпаратты қызықты деп санамаған болар. Мүмкін оқырмандар үшін бір тартымды ақпарат емес, және оқылым, қаралым, рейтинг жағынан да аз оқылады деген пайыммен шығармаған болар. Бірақ менің өзімнің жеке субъективті көзқарасымда бұл осы Украин-Ресей соғысындағы ең маңызды оқиғалардың бірі деп айтсақ болады. Жалпы енді ақырындап басынан бастасақ, осы соғыста, яғни 24 ақпаннан бастап Ресей Украинаға басып кіргеннен бері бұл суға кеткен, зақымданған екінші кеме, дәлелденген екінші кеме деп айтайық. Себебі Украина тарапы 4 кемені суға батырғанын айтады, ал 2 кеменің нақты соққы алғаны жайлы ақпарат, видео, фото дәлелдемелер бар. Біріншісі ол Бердянск қалашығының портындағы Саратов десанттық кемесінің .У зымыран кешенімен жойылуы. 24 наурыз күні соғыс басталғанынан бір айдан кейін Украинаның қорғаныс саласындағы ер азаматтары .У зымыранымен Бердянск қаласының портында тұрған Ресейдің кемелеріне соққы берді. Сол кемелердің арасында Саратов десанттық кемесі бар болатын. Бұл кеме соққыны ең көп алған осы кеме болды. Артынша бұл кеме суға батып кетті. Кей ақпараттар бойынша кеменің үстінде, яғни тиелген, портқа түсірілуге тиісті 20-дан астам әскери техника болған, бірнеше экипаждың құрамы қаза тапқан деген ақпараттар бар. Бірақ Ресей бұл ақпараттың не растамады, не жоққа шығармады. Алайда Саратов кемесінің толыққанды жойылғаны жайлы ақпараттар нақтылы бар. Оны кез келген ақпарат көздерінен іздеп тапсақ болады. Тіпті спутниктік түсірілімдердің өздерінде де Саратов кемесінің Бердянск портында суға кеткені жайлы нақты түсірілімдері, фотосуреттері бар. Яғни ең бірінші кеме ол Украина тарапынан жойылған, ол осы Бердянск портындағы Ресейдің Саратов десанттық кемесі болды. Енді артынша араға 20 күн салып, яғни нақтысы 20 күн сала отырып, Украина Саратов десанттық кемесінен де үлкен Ресейдің Қара теңіз флотындағы маңызды кемелерінің бірі саналатын Мәскеу крейсеріне зымыранмен соққы жасады. Және соққы жасалғаны жайлы бірнеше минуттардан кейін, кемеге соққы жасалғаннан кейін нақты ақпараттар тарата бастады. Яғни Қара теңізде Украинаға тиесілі Жыланды аралынан 25 шақырым жерде Ресейдің Мәскеу кемесі өртеніп жатыр деген осындай бір ақпарат шығарды. Бұл ақпаратты Мәскеу не жоққа шығармады, не растамады. Тек араға 12 сағат салып қана барып, Мәскеу кемесінің құрамындағы, Мәскеу кемесінің үстіндегі снарядтар, зымыран кешендері өздігінен тұтану арқылы жарылып, кеме үлкен жаңағы зардап шекті, зақымданды деген осындай бір ақпарат таратты. Яғни олар украиналық тараптың зымыран соққы жасағанын мойындаған жоқ. Ал Украинаның мәлімдемесінде Мәскеу крейсеріне зымырандық соққы жасалды. Ол зымыранның атауы Нептун болатын. Бұл не үшін маңызды? Бұл оқиға не үшін маңызды? Себебі біріншіден символикалық тұрғыдан алып қараған кезде Мәскеу ол Ресейдің астанасы. Ал Мәскеу кемесі 1982 жылдан бастап осы Ресейдің флотында, бастапқыда КСР-ның флотында, артынша Ресейдің флотында қызмет етті. Және Мәскеу кемесінің суға кетуі, Мәскеу кемесінің зақымдануы екі үлкен маңызға ие. Біріншіден ол Ресейдің астанасының атауы. Екіншіден бұл кеме 2008 жылғы Грузияға Ресей соғыс ашқан кезде басқыншылық іс-әрекеттерді атқарған кемелердің бірі. Үшіншіден бұл кеме соғыс басталған күні Жыланды аралында әйгілі болған орыс кеме, және ары қарай өздеріңіз жалғасын білесіздер, осы қанатты сөзі дәл осы кемеге қарсы бағытталып айтылған еді. Төртіншіден, кемені батыстық тараптың зымыран кешенімен, Ресейдің зымыран кешенімен емес, Украина өзінің төл зымыранымен, өзінің отандық өнімімен соққы жасап жойды. 2 Нептун зымыраны кемеге тиген айтылады, ал Нептун зымыраны 2014 жылдан бастап
Украина шығара бастады. Украина үшін жалпы 2014 жылдан бастап кемелерге қарағанда кемелерге соққы беретін зымыран кешендерін шығару, жағалауды жаудың флотынан қорғау кешендерін шығару өте маңызды болды. Себебі 2014 жылы Ресей Қырымды отарлап алған кезде, Ресей Қырымды оккупациялаған кезде Украина кемелерінің басым бөлігі Ресейге өтіп кетті. Себебі Украинаның флотилиясы Қырым жағалауында орналастырылған еді 2014 жылға дейін. Орналастырылған орталығы Севастополь қаласында болатын, ал Ресей сол кемелердің басым көпшілігін алып қойды. Кей деректер бойынша олардың саны 50-ден асады дейді, яғни 50-ден астам кеме, қайық, ірілі ұсақты жаңағы теңіз күштеріне арналған техникалар бар, соның барлығын Ресей алып қойған. Ал 2014 жылдан бастап енді оккупацияланған Қырымда емес, жаңағы Украина өзінің флотын Одесса қаласында ұстап келе жатыр. Тіпті Ресей 2014 жылы жаңағы Севастопольға қарайтын флоттың құрамындағы Украинадағы жалғыз сүңгуір қайықты, подводный лодканы Запорожье деп аталатын соны да алып қойғаны жайлы ақпараттар бар. 2014 жылдан бастап енді флотының жартысынан айырылған Украина флотилиясын жаңа Одесса қаласына қарай көшірді. Сондықтан енді Украина стратегиясын өзгертті. Ол стратегия бойынша енді кеменің санын емес, кемеге қарсы зымыран кешендерінің санын көбейту қажет деп санады. Себебі Ресей шабуыл жасаған кезде ол Қара теңіздегі флотын барынша қолданылатыны белгілі еді, және кемелерге зымыран кешендерімен соққы беру арқылы жаңа басқыншының кемесін суға жіберу немесе қандай да бір жағалауға жақындатпау әдіс тәсілдерін қолдану маңызды болатын. Міне сол кезеңнен бастап олар өзінің кемеге қарсы зымыран кешендерін ойлап тапты. Соның бірі Нептун болатын. Нептун бұл жалпы өздеріңіз білесіздер, Нептунның жаңағы грек мифологиясындағы маңыздылығын соған байланысты қойылған болатын. Ал Нептунның әлемдік жаңағы кемелерге қарсы зымыран кешендерінің ішінде де ойып алатын орны бар. Себебі Нептунның ұшатын жаңағы қашықтығы 300 шақырымға жуық. Ресми дерек бойынша 270 шақырымдағы нысанаға тие алады дейді. Және тағы бір ерекшелігі тек қана кемені, яғни теңіздегі нысандарды емес, сонымен қатар құрлықтағы нысандарды атқылауға болады. Және 2014 жылдан бастап Украина осы зымыран кешенін шығаруды бастады. 2018 жылы оны қолданысқа қабылдады. 2020 жылы толыққанды жаңағы сынақтардан өтіп, Украинаның біршама әскери бөлімшелеріне беріле бастады. Енді Нептун кемесімен, Нептун зымыранымен Ресейдің кемесін суға жібергеннен кейін Ресейдің де стратегиясы өзгеру мүмкін. Себебі бұған дейін Ресей жаңа Украинаның жағалауына тым жақын келіп, 20-25-30 шақырым жерден Украинаның қалашықтарын, әскери порттарын, Украинаның әскери нысандарын, жалпы Украинаның аумағын атқылауға мүмкіндік алатын. Ал енді 280 шақырымға дейін жететін Нептун зымыраны Ресейдің сондай бір адулы, сондай бір кемесін 200 метрге жуық ұзындығы бар Мәскеу крейсерін суға жібергеннен кейін, суға батырғаннан кейін жаңағы Ресей стратегиясын өзгертеді. Яғни енді олар жағалауға тым жақындамауға тырысады, соққыны алыстан беруге жаңағы барын салады, және бұл жерде ауыр артиллерияны қолдану мүмкіндігінен айырылады. Яғни құрлықта ауыр артиллерияны қолданылады, бірақ кемеде ауыр артиллерияны қолдана алмайды. Зеңбірек кешендерін, кемеде тек зымыран кешендерін, және алыс қашықтықтан 200 шақырым жерден ататын зымыран кешендерін қолдануға мәжбүр болады. Бұлайша айтқанда, ендігі таңда Ресей Украина жағалауына барынша жақындамауға тырысатын шығар. Бұны да енді 100% іске асады деп айтуға болмас, себебі ол Украинаның құрамында қандай жаңағы зымыран кешендерінің қанша зымыраны қалғанына да байланысты. Бірақ бір жағынан алып қараған кезде енді Украинаға кемеге қарсы қорғаныс жүйелерін Америка құрама штаттары мен Ұлыбританияда беретінін айтты. Борис Джонсон Киевке келген сапарында нақты айтты, Одесса қаласын қорғап қалуымыз керек, ал Одесса қаласын қорғап қалуымыздың бірден бір жолы ол Украинаға кемеге қарсы зымыран кешендерін беру деді. Сонымен ең соңғы белгілі болған ақпараттарға сүйенетін болсақ, Украинаға Гарпун зымыран кешендері берілуі мүмкін. Гарпун зымыран кешендері де 150 шақырым жердегі кемелерді суға жіберуге қабілетті. Сондықтан да Ресей кемелері Украина жағалауына кемі 100 шақырымнан алыс жүретіні белгілі болып десек те болады. Себебі Украина барынша
зымыран кешендерімен, кемеге қарсы зымыран кешендерімен жарақтанған сәтте Ресейдің флотына үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Әсіресе бұл жерде ұсақ флоттарына қарағанда ірі крейсерлеріне. Себебі Ресейде басым бөлігі крейсерлерге маңызды деп нысана берілген, яғни крейсерлер Ресей үшін маңызды. Эсминецтер мен крейсерлер өйткені Ресейде бір ғана авианосец бар, өздеріңіз білесіздер. Оның өзі Кузнецов авианосеці, оның өзі ескі, оның өзі жөндеуде тұр. Және қашан қолданысқа берілетіні белгісіз. Кей деректер бойынша 2023 жылы, кей деректер бойынша 2025 жылы қолданысқа беріледі. Сондықтан да Ресей әлемдік жаңағы саясатта авианосецке емес, осы крейсерлер мен эсминецтерге жаңағы көңіл бөлуге, крейсерлер мен эсминецтерге назар салуға барынша тырысады. Ал енді сондай крейсерлердің бірі зымыран кешенімен соққы алғаннан кейін Мәскеуде ойланады, Украинаның жағалауына барынша жақындамауға, зымырандық соққыларды алыстан жасауға тырысады. Сондықтан да менің ойымша бұл өте бір маңызды оқиғалардың бірі болды. Және бұл батыстық прессада, украиналық прессада барынша жазылды. Әрине ол ресейлік прессада көбінесе айтылмайды, себебі Ресей үшін бұл біріншіден үлкен шығын, екіншіден бұл идеологиялық соққыда алып десек болады. Себебі жарылысқа ұшыраған кеменің атауы Мәскеу, және ол үлкен бір стратегиялық маңызы бар кемелердің бірі болды. Сондықтан да ол жайлы барлық шындықты, ақпараттық шындықты бұрмалауға, жасыруға тырысатында жаңағы айдан анық. Сондықтан менің ойымша 13 сәуір 2022 жыл Украинаның қорғаныс саласы үшін ойып тұрып бір тарихтан сондай жаңа орын алатын айтулы оқиғалардың бірі болған күн деп есептесек болатын шығар. Сау саламатта болыңыздар.